Сәлем құрметті көрермендер мен және ютуберлер. Бүгінгі видеода мен білім беретін контенттен, яғни инфо контенттен қалай табыс табу керек, қалай просмотр жинау керек, сол туралы айтатын болам. Енді бұл жерде табыстан бөлек қалай просмотр жинау туралы айтатын болам. Табыстың темасын, қалай табыс табуды келесі видеоларда толыққанды айтып өтетін болам. Мысалға, мен білім беретін контентті өткенде айтқан болатынмын. Әртүрлі сантехник болсын, строитель болсын, стоматолог болсын, видео түсіретін болса, сол барлығы білім беретін контентке, яғни информационный контентке өтеді. Оның просмотры көп болмайды деп айтатын, бірақ ол жерде ақшаны, доходты, пайданы просмотрдан емес, өзіңіздің қызметіңіз немесе тауарыңыздан табасыз деп айтқан болатынмын. Енді мысал ретінде бүгін біз фуд-блогерлер, яғни әртүрлі торт, тағам әзірлейтін повар деп айтамын, не фуд-блогерлер туралы солар тереңірек мысалға келтіріп айтатын болам. Соларда көп кездесетін проблемаларды, минустарын айтып, солар қалай жүндеу, сол туралы айтатын болам. Ал енді кеттік, ең бірінші түсірілім техникасын туралау керек. Яғни сіз бір видеоны түсіріп жатқан кезде, өткен видеода айтқан ең бірінші превьюмен атына мән беріңіздер. Самый дешевый бургер Тимати деп айтып отыр. Түсірілім техникасы, динамикасы көбінесе детальдарға мән береді. Общий планға қойып қойып, ар жерде кішкентай бір гамбургерді көрсетіп отқан жоқ. Кәдімгі сол толыққанды жақындатып, бәрін детально түсіндіріп көрсетіп отыр. Яғни сіздерге мән беретін нәрсе детальға мән беріңіздер. Одан кейін динамика көріңіздер ма? Ол бүкіл гамбургерді алып, не істеп жатқан жоқ, сразу істеді, ең соңында результатын көрсетті. Яғни динамикаға, яғни тез адам іш пыстырмайтындай болу керек те видеоңыз. Бірақ та енді көңіл көтеретіндей емес, бұл жерден көңіл көтеретін контенттегі секілді әр 3 секунд сайын ауысып отпайды кадрлар. Бірақ өзінің несі бар, 7 секунд деген сияқты лимиті бар да, содан артық созбайды, чтобы кадр динамичный болу үшін. Одан кейін сочный кадрлар қолданады, мінекей көріп отырсыздар. Келесі пункт фон. Артындағы фонға мән беру керек. Кез келген жерде түсіре салмай, артында түсірілетін жеріңіз әдемі болып тұру керек. Арнайы жарық қондырғылары сәйкес болып тұру керек. Міндетті түрде көп адам қызық нәрсе жасау керек те. Бір кумпир деген қалай жасалады емес, мысалы гамбургер туралы айтып отыр. Біреулер торт туралы айтады, біреулер 5 бармақ туралы айтады. Сол сияқты көп адам проблемасын шеше алмай жүрген нәрсені шешсеңіздер, просмотрларыңыз әрине көп болады. Түсірілім техникасымен өттік, енді фонды айттық. Одан кейін монтаж информация, яғни монтаж жасалған кезде де тікелей динамикаға қатысы бар. Яғни әр 7 секунд сайын ауысып отырады, 5 секунд сайын ауысып отырсаңыздар, кадрлар үлкейтіп, алыстатып, тоже әдемі. Одан кейін плюс бетінде информациялар тұратын болса, 50 грамм күріш қосамыз, 70 граммнанша тұрады деп жазумен шығып отыратын болса, оның өзі сіздің контентіңізге плюс дополнительный информация, тек қана адам түрін қарап отырмай, немесе продукцияңызды қарап отырмай, қосымша информация келіп отыр. Оның барлығы сіздің контентіңізге плюс және көрерменді қаттырақ қызықтырып, соңына шейін көруге итермелейді. Өздеріңіз білесіздер, соңына шейін көретін болса, видеоны басқалардың рекомендациясына шығу процент үлкен, 70-80%-ға шейін артады. Одан кейін келесі пункт адамның түрі, яғни адамның түрі, сіз өзіңіз түсіндіріп жатсаңыз, өзіңіз немесе өзіңіз ұялатын болсаңыз түруге, басқа адамның түрі, сол тамақ әзірлеу процесінде бір адам қарап отырса, соны қалай күтіп отырған эмоциясы, немесе сол тамақ жеп болғаннан кейін қандай қуанышты, қандай дәм сезінгені, соны көрудің өзі, яғни адамның түрі болатын болса, эмоциялар болатын болса, сіздің просмотрыңыз 50% бен 80% аралығында өседі. Көп фуд-блогерлерді қазақша байқап отқан жіберетін қателіктер осылар. Түрін көрсетпейді, немесе түсірілетін жер освещение слабый, түсірілім техникасы жоқ, динамикасы жоқ, бастап қанша сағат піседі, қанша сағат қайнайды, соның бәрін почти толық көрсетеді. Негізі оның барлығын тез өткізіп, қызықты болу керек. Видеоңыз 2 минут болса да, сонда динамичный, қызық болып өту керек. Одан кейін, әрине ең бірінші фактор ол өзіңіздің сол мамандықта эксперт екеніңізді көрсету керек. Сол мамандықты шынымен шағат, сол мамандықты біледі екеніңізді көріп отқан көрермен көз жеткізу керек. Мынау кісінің айтып отқаны шынымен рас нәрсе екен, бұл өзінің ісінің маманы екен, шебері екен деп көз жеткізу керек.
Өзіңіздің енді видеоларда көбінесе андай технический моменттер бар ғой, мына алгоритм, процент соотношения, глубина просмотра деген мысалы мен өзім қолданам. Оны осы темада жүргендер түсінеді. Ал түсінбегендер мына шынымен біледі екен, бүкіл терминдарын түсініп отыр деген секілді, сіз де өздеріңіз термин қолданудан қорықпаңыздар. Сіздің қолыңыздан келетін дәлелдегеннен кейін сіз өзіңіздің тортыңызды, шаурмаңызды немесе басқа да бұны нәрселеріңізді, тауарыңызды, қызметіңізді сол іс-шараны барып ұйымдастырып беретін көз жеткізгеннен кейін адамдар сіздерге ойланбастан тапсырыс беріп, сіздің сатылымдарыңыз артады. Бірақ ең бірінші бағанағы нәрселерді міндетті түрде жасап сақтау керек. Енді ол жерде біреу айтуы мүмкін, ол көбісі камера алғысы келмейді, көп шығын шығарғысы келмейді, фон туралағысы келмейді, түсірілім жасап отқан жерден қымбат талғамдар әзірлегісі келмейді. Бір сөзбен айтқан кезде көп шығын шығарғысы келмейді. Бірақ жақсы контент шығу үшін негізі көп шығынның қажеті жоқ. Минимальный мен экономичный қылып, максимум эффектный қылып шығаруға әбден болады. 9-шы мәселе жарық мәселесі. Бұл енді тікелей фонға қатысты. Қарап отырсаңыздар, қазір менде 2 жарық қосылып тұр. Біріншісі заполняющий, екіншісі контровой. Мен контурымды бөліп тұратын. Сондықтан да жарық мәселесіне қатты көңіл бөліңіздер. Келесі видеоларда түсірілімдегі бағанағы секреттерді қалай кішкентай нәрсемен үлкен нәрсе шығаруға болады түсірілім кезінде. Солар туралы айтатын болам. Одан кейін міндетті түрде ол видеоңызды түсірдіңіз, салдыңыз, ютубқа салып қоя салып, ол просмотр болмайды. Міндетті түрде видеоны продвигать ететін чек-листпен қолданыңыздар. Мынау видеода айтқан болатын чек-листтерді қалай видео түсіргеннен кейін оның қалай просмотр жинау алғашқы жолдарын айтқан болатынмын. Өйткені видео түсіріп сала салып, ол 100% ол просмотр болмайды. Хотя бы WhatsApp-пен жіберу керек, басқа жолдармен тарату керек те. Мынау видеода толық айтылған. Одан кейін негізгі осы жоғарыда айтылған нәрселердің барлығын орындайтын болсаңыз, сіздердің просмотрларыңыз әлде қайда артады. Әрине одан бөлек нәрселер бар. Оптимизация жасау, видеоның терген кезде алдың қатарларда шығу, рекомендацияға шығу үшін не істеу керек, солардың барлығын мен жеке сабақтарымда толыққанды бүкіл секреттер, құпиялар айтылған. Осы видеоның комментариясында сілтемесі бар. Мен инстграм парақшама дайректке жазатын болсаңыз, сол жеке сабақтарға қатысаңыздар болады. Ақысы 10 000 теңге, қымбат емес, барлығында доступны. Және арнайы WhatsApp чатқа қосыласыздар. Ол чатта кез келген сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Одан кейін өздеріңіз сияқты ютуберлер сол өздерінің сұрақтарыңызға жауап береді, немесе оның жауабы болмай жатса, мен тікелей сол WhatsApp группада жауап берем, немесе осындай видео ретінде жауап беріп, видео қылып шығаратын болам. Және қандай тақырыпта видео көргіңіз келеді, комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер, видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеолар кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайктайым. Алға қойдым енді қайт